Отандық және ресейлік кәсіпкерлер Өскеменде өткен 7-ші аймақаралық ынтымақтастық форумының жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын айтуда. 120-дан астам бақ өкілдері мен 100-деген шетелдік қонақтар бас қосқан форумға атсалысқан компаниялардың бірі Қазақтелеком акционерлік қоғамы. Еліміздің жетекші байланыс операторы форумға сапалы техникалық қолдау көрсетті. Осының арқасында қатысушылар ғаламтор қызметін кедергісіз қолданып, жаңалықтар легін үздіксіз жаңартуға мүмкіндік алды. Бұған жергілікті тілшіміз Эльмира Ахметова да куә болды. Форумдағы әрбір маңызды келісімдерге куә болып, жаңалықтарды онлайн жүйесінде тарату, бас қосуға келген бақ өкілдерінің басты мақсаты. Өскеменге жиналған 120 тілші бұл тұрғыда ешқандай қиындық көрген жоқ. Техникалық бас қолдаушы Қазақтелеком акционерлік қоғамының арқасында үлкен және кіші баспасөз орталықтары ашылды. Тілшілердің алдына жоғарғы жылдамдықтағы ғаламтор желісіне қосылған 70 ноутбук қойылды. Оған қоса қонақтар халықаралық байланыстағы 12 телефон желісін тұтынуға мүмкіндік алды. Для организации форума сюда проложен оптический кабель. Форумды ұйымдастыру үшін бұл жерге арнайы оптикалық кабельдер орнатылып, жоғары жылдамдықтағы ғаламтор желісі үшін жетік құрылғылар орнатылды. Сондай-ақ екі залға да Wi-Fi жүйесі қосылды. Семейлік журналист Әсем Бапанова форум барысында бірде-бір ақпараттан қалыс қалмағанын айтады. Бізде ғаламторға қосылып тұр барлық компьютерлер, тез уақытымен өзіміздің ақпараттарымызды жіберіп отырмыз. Қазақтелеком ұсынған қызмет түрлері күннен күнге көбейіп жатыр. Өскемендіктер осы күні IDTV желісіне қосылу арқылы үйлерінде отырып, қалаған фильмдеріне тапсырыс бере алатын мүмкіндікке қол жеткізді. Бұл үшін арнайы басқару тетігі арқылы өз таңдауыңызды жасасаңыз болғаны. Мекеменің 3000 адам қызмет ететін облыстағы дирекциясы тұтынушылардың көңілін табу үшін арнайы шоурум да ашып қойды. Бұл бөлмеде әрбір тұтынушы өзіне ұнаған қызмет түрі бойынша жайлы жерде отырып толық ақпарат алады. Эльмира Ахметова, Расслав Сахаров, КТК, Өскеменнен.